Қазақта үркер 6, жұт 7, үркер туса сорпа ас болар, үркер жерге түспей жер қызбайды, үркерлі айдың бәрі қыс, үркер суға түссе құт, тасқа түссе жұт, үркер ауып барады, үркер үркіп жүр, үркердей бір шоқ, үркер үдірейіп туды, үркердей ұйысқан деген сөз тіркестері бар. Енді қарап тұрсақ, үркер шоқ жұлдызын танымайтын қазақ баласы аз шығар. Қазақ есепшілері аспанның түнгі жұмбақ әлеміне көз сала жүріп, сан-санақсыз жұлдыздар арасынан үркер шоқ жұлдызын да жақсы таныған, тіпті ертеден білген. Олар үркер шоқ жұлдызының ауынан ауа райы өзгереді деп қараған. Аспан айының тоғауы, 9 күндерінің жүруі де үркер шоқ жұлдызының ауымен тығыз байланысты деп есептеген. Қазақ үркер шоқ жұлдызының батқан кезін жаз айындағы 40 күн шілде басталды деп біледі. Ал үркер шоқ жұлдызы қайтадан көкжиекке көтерілген кезде күз айының басталғанын, қыстың келе жатқанын, күздің салқын тартқанын, тары мен бидайдың піскендігінен дерек береді деп ұйғарады. Қазақ есепшілері сондай-ақ күзді күндері үркер шоқ жұлдызы аспанның шығыс жағында туады деп қарайды. Бұл жұлдыз шығыс жақтан туғаннан бастап мал семіреді, сорпа піседі, шөп буыны қатаяды. Ал аспан әлеміндегі жұлдыздардың түнде жарқырап жанып, жайнап, нұрланып тұрып аяқ астынан өшкіндеп, бозғылт тарта қалуын шоқ жұлдыздардың егіздерінің жарығына шағылысынан болады деп ұйғарады. Аспан әлеміндегі жұлдыздар белгілі уақыт аясында қозғалыс жасап, тәртібімен айналып тұрады. Тынымсыз әрекет жасайды деп біледі. Осындай қозғалыс салдарынан егіз жұлдыздар бір-біріне жақын келгенде бір-біріне нұрын түсіреді, немесе бірінің жарығына бірінің жары нұрын шашып шағылысады екен. Анығырақ айтатын болсақ, бір жұлдыздың егізі екінші бір жұлдыздың ар жағында, тасасында қалады да, оның нұры жерден қарап тұрған адам әлсіреп, өшкін тартып көрінеді екен. Мұны қазақ жұлдыздың тоғысуы, немесе жұлдыздар тоғысы, не жұлдыздар шағылысы деп атаған екен. Жұлдыздардың тоғысы ұзаққа бармайды. Ұзағанда бір шай қайнатым уақытқа немесе сүт пісірім уақытқа дейін ғана созылады екен. Бір жұлдызды қалқалап немесе көлеңкелеп барып өткен соң, жұлдыздардың жарығы бұрынғы қалпына қайта келеді екен. Қазақ есепшілері түнгі аспан жұлдыздарының тоғысына айрықша көз салады. Өйткені жұлдыздар тоғысы кезінде аспанда ала жаңқа бұлттар болса, қысты күні қар жауады екен. Күз бен көктемде кезі болса, ерт сәтінде жауын шашында, боранды желді болады деп жорамалдап жасайды. Қазаққа аспан әлеміндегі шоқ жұлдыздар ішіне ең танысы үркер шоқ жұлдызы болып есептелінеді. Жаңағы айтқанымызда аспанда жұлдыздар тұтылған кезде үркер шоқ жұлдызы жердегі қарап тұрған адамға жымыңдап тұрғанда сезілсе, онда бұл ай жылы өтеді, жылы ай деп болжайды, ал жылы жұмалар болады деп қуанады. Аспандағы жарық жұлдыздар түн ортасынан ауған кезде жарық сәулесі азайтатын болса, көрер кезге әлсіз көрініп, сол жұлдыздармен бірге үркер шоқ жұлдыздан нұрын бәсеңдетсе, онда бұлай жауын шашынды болады деп, қыс айлары болса аяз қысады, қарлы боран соғады деп жорамалдап жасайды. Малшылар қауымына алдын ала сақтық хабарларын береді. Алыс жолға жолаушы жүрмеуге ескертулер жасайды. Қазақ есепшілері үркер шоқ жұлдызы шығыс жақтан туса, шығыс желі болады, батыс жақта туса, батыс желі болады деген. Үркер шоқ жұлдызы шығыс солтүстік жақта тұрса, бұлт арасынан өтсе, оңтүстікте ауа райы өзгереді, ал солтүстікте тұрса, солтүстіктен боран соғады. Бұлттар солтүстіктен оңтүстікке қарай көшеді деп жорамал жасайды. Бұл қазақ есепшілерінің ұзақ ғасырлық қарапайым төл тәжірибелерінен қорытындылаған және шындық көзінен өткен есімдік жорамалдары болып табылады екен.